Ассалаумағалейкум қыздар. Алланың қалауымен каналымызда әйелдер қауымына арналған жаңа форматтағы видеолар шығатын болады. Каналымыздың дамуына үлес қосу үшін лайк немесе дизлайк басып, құрбыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Бүгінгі видеода қыздарға арналған 10 қасиет жайында сөз қозғаймыз. Олай болса, алғашқысы: жеке, жалғыз бақытты бола білу, бақытты қолдан жасау. Жалғыз бақытты бола алмаған адамның біреумен бақытты болам деп ойлауы үлкен қателік. Өзіңіз жеке дара бақытты болып үйреніңіз. Екіншісі, тыңдарман болыңыз. Бізге Аллах тағала 2 құлақ және тек 1 ауыз берген. Хикметі сөйлегеніңізден тыңдағаныңыз көп болсын. Анығында адамдар сіздің оны тыңдағанын қалайды. Сол үшін тыңдап үйренейік. Үшіншісі, комплимент айта алу. Себепсіз жағымды сөзбен жүректі жылыту, мадақтау, адамға өзінің бағалы, ерекше екенін сездіру. Рахметті ең ізгі түрде жеткізу. Жай ғана ашылыңыз. Төртіншісі, сабырлық. Сабырлық қыз бойындағы ең әдемі, ең көркем мінездердің бірі. Кез келген адамның бойына дарымаған шыдамды бола білу, сынбау. Бесіншісі, тазалық. Бойдағы, тілдегі, жүректегі, жалпы өмірдегі тазалық. Сыртыңызды да, ішіңізді де таза күйде ұстау. Жаныңыз бен тәніңізге қиянат жасамау. Өйткені олар бізге берілген аманат. Алтыншысы, эмоцияңызды ашық және жарқын шығару. Жасырмау, сезімге ерік беру, өзіңізді, денеңізді, жүрегіңізді тыңдай алу. Интуиция, сезімталдық, эмоционалдық. Тағы да ашылыңыз деген келеді. Жетіншісі, рахаттану, өмірден ләззат ала білу, өмірге құштар жан болу, әрбір сәтті бағалау, еш нәрсені қиындатпау. Негізі мен айтамын, әйел адам ләззат алу үшін өмірге келген деп. Өйткені ол бақытты болса, барлығын бақыт ете алады. 8-ші, өзін ең бірінші орынға қоя білу. Ең алдымен өзін жақсы көру. Богоцентризммен байланысқан дұрыс самооценка. Өзінің қалауларын ашық айта алу, өзіне рұқсат ету. 9-ші, жүрек тыныштығы. Мазасыз, шиеленіскен күйден шығу. Ал ол үшін Аллахпен байланыс орнату. Яғни мидағы артық қоқыстарды Аллаға тапсыру. Ең соңғы 10-шы, әйелдік энергия. Нәзіктік. Ол енді мүлдем бөлек әңгіме. Айтқым келетіні, әйелдің күші оның әлсіздігінде. Аллах тағала әйелдің бойына 200-ге жуық қасиет тартқан. Бұл тек мен үшін маңызды оны ғана. Өкініштісі, жаратылысымызда бар тегін берілген 200 қасиетті аша алмағанымызда.